Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәрумендерге өте бай қызылша салатын жасайтын боламыз. Бізге керек заттар 2 қызылша, 1 алма, 2-3 ас қасық мейіз және де 100 грамм йогурт. Ең алдымен қызылшаның қабығын ашып, осылай кубиктен турап аламыз да мультиваркаға пісіреміз. Егер сізде мультиварка болмаса, басқа әдіспен газға қойып пісіріп алсаңыздар болады. Мультиваркаға жартылай су құямыз және де өзінің арнайы сеткасына туралған қызылшамызды салып, қақпағын жауамыз. Сонан соң барып менюдан пароварка режимін таңдап, ол жеміс болғандықтан 35 минут беріледі бізде автоматты түрде. Бірақтан бізде 35 минутта қызылша піспейтін болғандықтан, мына жерде уақыттың суретін басамыз. Сол кезде біз бұл нені көбейтіп аламыз уақытын, яғни мен 45 минутқа қойдым. Сонан соң қосу батырмасын басамыз. Міне 45 минут өткен соң біздің қызылшамыз осылай болып пісті. Барлық жер бір келкі болып, жұмсақ болып піседі. Енді осы қызылшамызды ыдысқа салып суытып аламыз. Алманы да кубиктеп турап, қызылшаның үстіне саламыз. Сонан соң жуып кептірілген мейізімізді саламыз. Енді осы йогуртты қосып, салатымызды араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Егер де видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.